Сәлем достар, бұл видеода сізді күрделі жұмбақтар мен логикалық сұрақтар күтеді. Олардың көпшілігі сізді таң қалдырады. Сондықтан сұрақты естігеннен кейін мұқият ойланыңыз, себебі бейнені кідірте аласыз. Және ең қиын сұрақты пікірге жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы. Номер бірінші сұрақ. Арман мектепте оқушылардың ата-аналары қандай кәсіппен айналысатыны туралы мәлімет дайындау керек болатын. Сабақ басталды. Арман әкесі туралы баяндама дайындады. Ол жақында астронавтарға жұмыс істейтінін айтып, тіпті ол айға қонды деп айғақ ретінде Арман әкесінің айға түсірілген фотосуретін көрсетті. Фотосуретті көрген ең ақылды оқушылар бұл фотошоп екенін айтты. Неге фотошоп деді? Дұрыс жауабы. Егер сіз мұқият болсаңыз, онда арғы жағында тағы бір айдың бейнесін көрген боларсыз. Екі ай кездеспейді, сондықтан бұл фотошоп. Егер дұрыс жауап берсең, каналға жазылып, лайк басып кет. Номер екінші сұрақ. Рыцарь бірнеше жыл түрмеде отырды. Ескі қамалда ол әділетсіз айыпталып, қашудың жоспарын ұзақ уақыт іздеді. Ақыры ол соңғы кедергіден құтыла алса, бостандыққа шығады. Кедергіде 3 есік болды. Рыцарь олардың екеуінің артында оны қатты тас қабырға күтіп тұрғанын, тек бір есік оны ұзын туннельге жетелеп бостандыққа шығаратынын білді. Рыцарьда кілті бар. Ол барлық құлыптарға сәйкес келеді, бірақ ол өте ескі және тек бір есікті аша алады. Рыцарьға бостандыққа шығу үшін қандай есікті таңдау керек? Дұрыс жауабы. Бұл сұраққа ең тапқырлар дұрыс жауап бере алады. Қабырғаға ілулі шамдар. Олар рыцарьға дұрыс жолды табуға көмектеседі. Сіз бір шамды алып, есіктердің әрқайсысын саңылауына апаруыңыз керек. Егер де оның артында ұзын туннель бар болса, жел соғып тұрады. Ал тас қабырғалы есіктерде жел соқпайды, сондықтан жалын қозғалмайды. Номер үшінші сұрақ. Логикаға арналған сұрақ. Сіздің алдыңызда сіріңкелер тұр. Осы сіріңкенің біреуін қимылдатып квадрат жасауыңыз қажет. Сіріңкені қалай қою керек? Дұрыс жауабы. Шын мәнінде жұмбақтың шешімі әлде қайда оңай. Себебі кез келген сіріңкені алып, осылайша қоятын болсақ, квадрат жасай аламыз. Номер төртінші сұрақ. Түнге қарай Арман мырза полицияға қоңырау шалып, әйелі жоғалып кеткенін айтты. Детектив Арман мырзаның үйіне келді. Ол үйді мұқият қарап, қожайынан жауап алды. Ол әйелін соңғы рет бүгін таңертең көргенін айтты. Кешке таман Арман мырза үйге келгенде ас үйде тек таңғы ас қалдықтарын көрді, бірақ жұбайын таппадым деді. Жәбірленушінің айғақтарын мұқият тыңдап, пәтерді тағы да бір рет қарап, осылайша детектив Арман мырзаны қамауға алды. Неліктен? Дұрыс жауабы. Егер сіз мұқият болсаңыз, жоғалған әйелдің таңғы асының қалдықтарының арасында бір кесе бар екенін байқадыңыз. Бұл кофе, одан бу шығып тұр. Ол түнге дейін суып қалу керек еді. Демек Арман мырза өзінің айғақтарын өтірік айтып тұрғандықтан қамауға алынды. Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып кетіңіздер. Айтпақшы достар, бізді 90% адамдар каналға жазылмай көреді екен. Сондықтан каналға жазылып кетіңіз.